жанып тұрған кезінде ең бастысы ол қолдау көрсету. Дәл осы сәт аралас жекпе-жек саласына бей-жай қарамайтын әрқашан жекпе-жек айқастардың панкратион жеткізді. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всем привет, дорогие любители ММА! Прямо сейчас мы находимся на ежегодной премии Найза Awards 2023, по итогам которой мы узнаем, кто же из бойцов выделился в прошлом году. Итак, погнали! Камера. Там и Норвегия есть, там и Диас есть, и Даурен есть. Проспект года. Есть. Четко. Четко, четко, камера. Балан. Сам ба? Давай. Ассаламу алейкум. I don't speak English. Сюда, можно. Четко. Да. Брат, мы зашли. Сними, брат. Сейчас снимаем. Камера, қарасаңыздар болады. Қарадық. Нұрғали Жангisi. Лайном будет. Великий боец года, нокаут года и самый добрый поступок года среди спортсменов. Так, сколько долго было? Здравствуйте. Я не знаю. Gracias.
Рахмет, бауырым. Ата, төбелесім келеді. Жиған бақа. Ассалаумағалейкум, құрметті Найза видеосының тұрақты көрермендері, бүгін қорытынды Найза Awards 2023. Мен ойлаймын, сіздер өздеріңіздің сүйікті номинацияларыңызға, сүйікті жауынгерлеріңізге, сүйікті тренерлеріңізге дауыс беріп деп ойлаймын. Сол себепті бүгін кеште тек қана фильмге көңіл болады. Иә, бірақ басталған премияның өзі жыл жауынгері және тағы басқа номинациялардың жеңімпаздарын анықтайтын боламыз. Аривердерчи, сула. Не ол? Фаниль, хаттор. Сен случайно біреулерге ақша беріп қойған жоқсың ба? Там мошенниктерге, нет? Проверил, айттым осың керген. Бермей ақ қойшы микрофонды. Қазақстанға қайттан алып келген жігіттердің бірі, тағы да бір құттықтап қояйық. Жарқын дебютымен көзге түсті. Дәулет, сұрақ алдында бойға келген кезде Келінжанның тағы бір сериясын түсіріп кеткен жоқсыңдар ма? Бәрі жүрді ғой, Мәдібек жүр, Қылыш жүр. Кімде? Мұқият әдемізде жүр ғой ішінде. Түсіріп кеткен жоқсыңдар ма? Нет? Тұлпармынды үйленді Жұман ағамыз осы жылы. Және Ақтаудан квартира сыйға алды. Bir сөзбен айтқанда, VIP қазақ қазір Жұман аға. Мынау деген Савандар Русматов. Гран-приде шыққан жауынгер биыл 77 келі салмақтағы нөмір 1-ші претендентке. Қазіргі күнді қарайтын болсақ, ана бұрын қалай болды, соның бәрі есіме түсіп жатыр. Самандар Русматов. Міне вот арманымызға жетіп отырмыз. Ikramjon Kazakov. Hozir katta hayajon turibman. Nayza organizatsiyasiga katta rahmat aytaman. Erkin kuch komandasi. Побеждает Айбек Шипутов. Нұрбек аға, үлкен рахмет сізге, Алидар аға. Чемпион болу расында оңай, адам болып қалу қиын. Сол үшін әрбір батырымыз адам болып қалуы тиіс. Найза ұжымына үлкен рахмет айтқым келеді. Нұрбек ағаға, Алидар ағаға. Мына номинация, шынымды айтсам мен үйге апарып ұйықтай алмаймын, шыны керекші. Және де осында маған мүмкіндік берген Алидар ағамызға, Нұрбек Қарабал ағаға, және де осы отырған барша спорт жанашырларына алғысым шексіз. Не пропускаем ни одного поста, который меня любезно мотивирует, я перед этим преклоняюсь. Казахстан узнает не только в СНГ, но и во всем мире. Год был очень интересный. Я хотел бы тоже поздравить Шавката с АСУ. Думаю, что они... АСУ уехал, поэтому им аплодисменты тоже. Победителем номинации «Боец года» является Нурбек Абдрахманов. Статуэтка маған үлкен мәртебе. Это будет еще лучше украшение. Давайте.